Видеосына тағы да бар қымбатты меймандарына жайғасқан болатын. Таныс болыңыздар. Илья Потемкин, Вероника Потемкина, студенттер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Керемет. Өздеріңізбен жақынырақ таныс болайық. Қазір білім алып жатсыздар, иә? Қандай мамандық бойынша түсіндіріп өтсеңіздер? Иә, мен тарих мамандығының 4-ші курс студентімін. 5 минутсыз мұғалім деп айтуға болады. Қазір практика өтіп жүрмін. Сол. Илья? Мен магистрант болам, тарих мамандығында оқимын. 2-ші курс, бір ай қалып өтіп жатырмын. Қандай керемет, иә? Керемет. Тамаша, жалпы енді өздеріңіздің сүйікті істеріңіз жөнінде айтсаңыздар, бос уақытта қалай өткізесіздер, немен айналысасыздар? Мен негізі 4 жыл болып кофемен айналысам, кофе аппараттарын жөндеймін, және де кофейняда жұмыс жасаймын. Және де сендерге арнап сол кофе көшітейін деген. Керемет, иә, көрейік. Жасай беремін? Иә, жасап бастай берсеңіз болады. Өзіңіз жөнінде айтып кетсеңіз, Вероника. Мен өз жайымда айтып кетсем, мен хоббиімді негізінде ас бөлмесінде өткізуді жақсы көремін. Өзім бір жаңа рецепттарды тауып, өзім бір торттарды пісірғанды жақсы көремін. Және де мен қазір өзімнің блогымды бастадым, TikTok пен YouTube каналында. Өзімнің блогымды енді ғана дамып, өзім жайлы видеолар түсіріп жатырмын. Солай. Тамаша. Иә, бейнероликтер не жайлы? Лайфстайл форматында ма, не қалай? Әртүрлі форматта түсірем, өзім туралы, көбінесе өзімнің күнім қалай өткенім, және де қазіргі распаковка дейді ғой, сондай трендті, сондай видеоларды түсіріп жүрмін. Ой, қандай керемет, иә? Қаралым жинап жатыр ма? Жазылушылар көп пе? Ютубта 2000 подписчигім бар, неде TikTokта аз, енді TikTokты енді ғана бастадым. Енді ғана бастадым, иә? Тамаша. Керемет. Илья, түсіндіріп жіберсеңіз.